Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылқы түйе ағзалары мен ұшасын тексерудің ерекшелігі. Бүгінгі сабақта жылқы ұшасы мен ағзаларын тексеру ерекшелігі жайлы, түйе ұшасы мен ағзаларын тексеру ерекшелігі жайлы айтатын боламыз. Ұшаны тексеру. Ұшаны тексерген кезде ең алдымен қансыздану деңгейі жақсы болуы керек. Еттің түсі қою қызыл түсті болу керек. Иісі, бөгде шіріген иіс болмауы тиіс. Түсі, бұлшық еттері қою қызыл, майы сарғыш түсті болуы тиіс. Лимфа түйіндері жақ асты, жауырын алды, сан түсі міндетті түрде тілініп қаралады. Ағзаларды тексеру. Бастан тіл, жақ бұлшық еттері трихинеллезге тексеріледі. Өкпе, маңқа, сап ауруына ерекше көңіл бөлінеді. Бауырын фасциолез, дистоматоз белгілерін байқауымыз керек. Жүрегін цистицеркозға тексереді. Көк бауырының ұлғаюы Сібір жарасына күдік туғызады. Жылқыда сап, трихинеллез, Сібір жарасы аса қауіпті ауру болып табылады. Түйе ұшасы мен ағзаларын тексеру ерекшелігі. Ұшаны тексеру. Еттің түсіне назар аударады. Қойыл, қызыл, қоңыр түсті болу керек. Майы, сары, кейде қызғылт түсті. Бұлшық еттері серпімді, бөгде, иіссіз болуы қажет. Ағзаларды тексеру. Өкпесін эхинококкоз туберкулез ауруларына, бауырын эхинококкпен көп кездеседі. Бауырында эхинококк көп кездеседі. Жүрегін цистицеркозға тексереді. Лимфа түйіндерін міндетті түрде тексереді. Өркешінің майын іріңге, қан құйылу, паразит дернәсілдерінің бар жоқтығына тексереді. Маңызды аурулары түйеде кездесетін эхинококкоз, туберкулез, бруцеллез, парафилариоз болып табылады. Жылқы мен түйені тексерудегі ортақ талаптар міндетті ветеринариялық анықтаманың болуы, ұша мен ағзалар бөлек-бөлек қаралады, күдікті жағдайда ет залалсыздандырылады немесе жойылады. Лабораториялық зерттеу әсіресе трихинеллез кезінде өте маңызды болып табылады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.